Сәлем достар, бұл қымбат бес каналы. Бүгін біз сіздермен қалай жакузи жасауға болатынын көрсетемін. Бұл мен бүгін өзім бірінші мәрте жакузи жасап көрдім. Ол міне осылай жан жақтарын дәл осылай істейміз. Ана рычагты басқан кезде біз суға қарай түсеміз. Су болып атқандай. Мен сіздерге бұның қалай жасайтынын көрсететін боламын. Осы маған плитка сеппесионка керек болады. Жан жақтарын істеп аламыз. Крестик сәлсі сияқты бұлай. Тесіп жан жақтарын істеп аламыз. Істейміз достар. Қарап алың. Қараңыздар. Достар, маған сұрақтарыңыз болса комментарийдің астына жазып жіберіңіздер. Астына осы астыға дейін жіберіп істейміз. Астына липкит поршенді түрден қоямыз. Липкит поршенді қойып шығамыз. Кейін бұларды плитка испесионгамен жауып шығамыз. Үстіне липкит поршенді қоямыз. Воданы түзіліп аласыздар достар. Солай. Светіп камені оянып қате кетті. Қазір қоя саламыз. Керек емес ол бізге. Осылай өздеріңіз сәндеп қоясыздар. Жан жақтарын осылай алып тастай салайық. Былай. Осылай істейміз. Достар, қарап жатсыздар ма? Міне достар, крестик сияқты былай көрінеді. Жан жақтарды салып осылай істейміз. Қараңыздар, бірдей болған сияқты. Былай. Екі жақтарын енді былай. Астын қазір каменме стеклоны жүргіземіз қазір. Рычагтаға қойсам болады. Мұнда ма? Бұлай осына қоя берейік. Енді астын жүргіземіз. Красный камен қойып. Бұлай дұрыс болды ма? Кеттік астына. Бұлай. Ой, бір бұзып қалды ғой. Ой, астына бұлай жүрейік. Достар, ана поршенін қараңыздар, суға кет қалмаңыздар, байқамай. Қате кет қалмаңыздар, міне бүйтіп істеп шығамыз. Істеп шықтық, енді нақы бұлай. Камен аян жүргіземіз. Камен заттында қойш. Проверканы аламыз, достар. Он кетті. Жүргізесіздер. Проверканы қайтадан қоямыз. Ұмытпаңыздар проверканы қоюды. Бұлай қоямыз. Енді бұны достар көрдіңіздер ме? Осылай біздің жакузиміз дайын болып қалды. Ана жөндеп болмады. Енді көрейін. Бұлай. Өшелерден жүргізем. Енді көрейік. Болды. Дұрыс. Осылай көрдіңіздер ме? Біздің жакузиміз дайын болды. Осымен жапсам, осымен менің видеом аяқтайын. Келесі кезден лайк басып каналға жазылыңыз. Осымен сау болыңыздар.